30 январь 2022 жыл. Biz бүгін Бишкектегі авторынакка, Риом авторынагына келдік. Бұл жақтағы авторынактың сыртында жайғашқан жолдың екі четіндегі машиналардың бағасын көрсөтөлүп жатабыз. Анда нерсе баштасак, бұл жерде Honda Odyssey 2000 жыл екен, объем 3, бағасы $4300 екен. Телефон номері. Odyssey'дің жанында Mazda Demio 2003 жылғы, объем 3, $4200 сұрап тұр. Онан кейін бұл жерде Toyota Estima номері Армения екен. Армениядан келген машина екен. Toyota Estima 2002 жылғы, объем 2.4, бағасы $6200 екен. Estima'lar болды. Соңғанар состояние жақсы. Бұл жерде семерка тұрады. Семерка российский номерде. Lada семерка 2010 жылғы, объем 1.6, бағасы $170. Дөңгелектер режимі. Ondan кейін бұл жерде Audi тұрады. Audi S4, A6 екен, S4 Toyota 95 жылғы, объем 1.6, бағасы $100. Қара түсті екен. Ondan кейін бұл жерде Mercedes Lubarik, Mercedes-Benz объем 2.6 екен, правый руль 2002 жылғы, бензин газ екен, $4,500 сұрап тұр. Праворульный Мерс. Жанында Nissan Primera 2000 жылғы, автомат, телефон номері. Бұлдақтан көрсек, артықтағынан көрсек. Состояниясы шындай екен. Баке, бағасы қанша? 220 сұрап тұр. Nissan Primera'ға. Мынакей достор, бүгін 30 январь 2022 жыл. Авторынактың жиегіндегі машиналарды көрсетіп отырмыз. Жолдың жиегіндегі. Бұл жерде Toyota Corolla екен, 2000 жылғы, механика, объем 1.6 дейді. Объем 1.6 екен, $250 сұрап тұр. Ondan кейін бұл жерде Lacetti 2003 жылғы, объем 1.6, $370 сұрап тұр. Бұл жерде ondan кейін Honda тұрады. Honda Civic 93 жылғы Honda Civic, Оржский номер, объем 1.3 екен, бағасы $135 телефон номері, механика. Бұл жерде Жигулилер бар екен. Nissan March тұрады, 2002 жылғы, объем 1.3, бағасы $4000 екен, правый руль, $4000 сұрап тұр. Серебристый Nissan March. Достор, уланталы
болсақ, бұл жерде Audi A6 Горбатый 2001 екен, объемы 2.5, 250 мың сом сұрап тұр. Дөңгелектері зимний екен. Анан кейін бұл жерде Mazda MPV бар екен. Срочно личный проводник. Mazda. Kullansak bu жерде Nissan X-Trail. Nissan X-Trail тұрады. Нөмірі нарын екен. 2002 жылғы дейді. Срочно сатам дейді, $3800. Объем 2 екен, автомат правый руль. Nissan X-Trail. Nissan X-Trail'ın жанында бұл жерде Daewoo Matiz бар екен, 2005 жылғы дейді. Механика без вложений. 170 мың сұрап тұр. Состояниесін көрсеңіздер. Бұл жерде Honda Odyssey тұрады. Ақ үстінде багажнигі де бар екен. Дөңгелектері зимний. Honda Odyssey 2001 жылғы. Автомат, 2.3 объем. 4600 тұр. Автозаводка сигнализациясы болған екен. Улан төрелі достар, бұл жерде Nissan Almera тұрады. Ава литражка, объем 1.8 екен. 2000 жылғы, басы 250 мың сом дейді. Телефоннан бізге. Дөңгелектері зимний екен. Almira'nın жанында Honda Accord тұрады. Accord 98 жылғы екен, Honda Accord. Объем 2, автомат екен. $4000 сұрап тұр. Accord-қа. Көрсек. Улан төрелі достар, бұл жерде Mitsubishi Airtrek екен, 2001 жылғы автомат, простой мотор дейді. Басы $4200. Достар, Mitsubishi Airtrek ақ түсті. Бұл жерде Honda Odyssey бар екен. Odyssey. Эскрет. 99 жылғы екен. Объем 2.3. Басы 180. Ақ түсті. Улантайлы достар, бұл жерде Ford. Российский номер. Ford Sierra дейді, механика, объем 2 екен, хороший состояние, 150 мың сом. 16 Ford Sierra'nın жанында бұл жерде Chevrolet Matiz бар екен, 2006 жылғы автомат, объем 1.8, басы 3800. Honda Stream ақ түсті. Stream көрсек, 2001 жылғы объем 2,
Gaz, benzin. 4700 dolar deydi. Telefon nomeri. Бұл жерде достар Kia Rio екен, 2004 жылғы автомат 1.5 220 мың сұрап шықты. Телефон номерін көрсетіп қойсам 0999 26 03 79 BMW тройка 2000 жылғы объем 3700 доллар сұрап тұр. Бұл жерде номері бар екен. Қара түсті. YouTube kanalı var. Улантайлы достар, бұл жерде Mazda қызыл түстегі Mazda 626 91 жылғы объем 2 басы 155 мың. Дөңгөлөктері ескіген, летний шуттар. Так өтесі жақшы. Жанында Toyota Allion барам. Жақшы машина дейді, капризный емес. Toyota Allion 2002 жылғы объем 1.8 6900 доллар стоит. Расход 5.6. Правый руль Toyota Allion. Volkswagen Golf 4 екен. Volkswagen Golf 4 99 жылғы объем 1.6 автомат. Серебристый. Салам алейкум. Қанша сұрап отырсың арбайты? 180. 280, да? 280. Я, 280. Жазай тұрған жерлер бар бұл, вложение? Вложение керек жоқ, да? Бере тұрған жеріңер қанша болады? 280, окончательно. 280 мың. Береткен. Golf 4. Вложение керек жоқ дейді. Бұл жерде Hyundai Getz российский номер екен. Қанша сұрап отырсың арбайты? 300 мың. 300? Вложение керек пе? Қандай? Вложение жақсы. Вложение керек жоқ, механика, объем 1.3, да? 1.3. Номер российский. Учет сілерде, да? Учет өзіңізді. Учет өзіңізді, да? Бере тұрған жеріңіз қанша? 300 сұрап отырсың. Түшіп бересіңер, да? Мынау достар, Hyundai Getz российский номер. YouTube. Hyundai Getz 2005 жылғы механика 1.3, расход 5.6 дейді. 300 мың сұрап тұр. Дағы түшіп берем дейді. Бұл жерде номер бар екен. Ulan төрсек, бұл жерде Матистер тұрады. 2 Матис серебристі өңді. 99 жылғы басы 185 мың дейді. Корейский. Кореядан алып келген Матистер. Матис 3 дейді. Вложение не требуется. Сел и поехал. Ondan кейін жанында дағы эле Матис. Бұл Матистің басы 170 кен. Жылы 2000. Дөңгөлөктері зимний екен, өкөніктен. Жанында Honda Odyssey. Қара түстегі. Басы 5500 дейді. 0707 64 77 82. Жылы 2002 кен, объем 2.3 кен.
Достор, бұл жерде Mazda тұрады. Mazda 626 окшойт. Жылы 99 кен, объемы 2. Сұраған бағасы 3800. 3800 доллар екен. Механика. Кузов универсал. Эми достор, жолдун аркы жээгине өтсөк, алдак жерде көбүнчө Nexia окшойт. Ямада турат, ошо Ямага чөйлө. Ямадагы машиналардын баасындагы азыр көрсөтөбүз. Албетте достор, биздин каналга подписаться кылыңыздар. Эгерде бул видео силерге кандайдыр бир жардам берсе, лайк басып, ой пикирлериңер болсо комментарийге калтырып кетиңиздер достор. Анда бул нар жагына өтөйүн. Мына достор, жолдун берки жээгине өттүк. Бул жерде Ford Focus 2000 жылкы, объемы 1.6, баасы 210 мың дейт, же 2500 доллар. 2500 доллар. Бұл жақта Nissan Primera. Nissan Primera 2002 жылкы, объемы 1.8, баасы 210 мың. Правый руль кен. Примера. Зимний дөңгөлөк. Плантер достор. Ушул эле жээкте. Пока Ямага чөлөйбүз еще. Жээктеги эле машиналар карап атабыз. Бул жерде Mazda 626. Жылы 88 кен. Объем 2.2. Баасы 90 мың сом. Бюджетный вариантта машина карап аткан болсоңор, Мазданы көрсөңөр болот. Анан кийин бул жерде Honda Odyssey. Эски кузовда. 96 жыл экен. Коробка автомат, объем 2.2, 205 мың. Сурап турбайт экен. 5. Салам алейкум, айка. Машинага вложение керекпи? Эмнелерин жасатыш керек? Канча вложение керек? Ишин тартып берейин, а? Мотор істеп турат да ошол. Кээде чыгат, кээде чыкпайт. Подушкасы бар. Подушка. Ошол. Бере турган жериңиз канча болот? 190. 190? Аке достор, Honda Odyssey'ди алам дегендер болсо, эски кузовда 190го берем дейт. Серьезный деле жасай турган жерлери жок экен. Улантайлы достор, бул жерде Suzuki кен, кечиресиздер. Suzuki Alto 2005 жылкы, объем 1.1, баасы 2700 доллар дейт. Расход 5-6 көк түстүү экен. Ала литрашка. Мынакей достор, айтып аткан, кайра айтып аткан Ямага келди. Бул Яманын ичиндеги машиналарды көрсөткен. Киргендер бул жерде Nissan March. Nissan March турат. 96 жыл экен, автомат 165 мың. Состояние хорошее экен. Правый руль. Расход 5-6 дейт. Оталдыкы. Моторун көрсөт. Tosun 6 жылы. 6 жылы. Малолитражка.
Nissan March 165 bin. Ama volantörün dostlar, volantöründe burada Audi 4 yorkan ak üstü mexanika 92 жылғы объем 2.3 кен, расход 10-12 дейді. Басы мындай екен, короче. Андан дәл Audi 100 селедка 89 жыл екен, селедка 150 мың сот тұрбасын, объем 2, механика телефон болсақ, бұл жерде Daewoo Nexia екен. Ескірек қозалы. Доховский мотор екен. 2006 жылғы Nexia екен. Объем 1.5, телефон номері, басы 155 мың екен. Çelikleri de çok şey. Volantörel dostlar, bu жерде Nexia 2 210 мың екен, басы жылы 2010, объем 1.5 дейді, Доховский екен, мотор тоже 210. Полный комплектация, расход 5 литр, 7 литр дейді. Бұл жерде Lada Priora бордовый екен, дөңгелектері зимний. Priora 2007 жылғы, объем 1.5, басы 225 мың екен. Lada Priora, дисковый, титановый. Бұл машинаны жуулы қойсаң, мощный. Volantörel достар, бұл жерде Audi A6 2001 жылғы, объем 1.8 екен, $300 тұрып тұр. Же болбосо 260 мың телефон номері. Жанында бұл жерде Mitsubishi Galant. Mitsubishi Galant оқшайды. Mitsubishi Galant көрсек 295 мың сұрап тұр. 2001 жыл екен. Автомат. Левый руль. Mitsubishi. İçin көрсетсем. İçi. Салон кожаный екен. Подогревтері бар екен. Таза. Кожаный, жақсы машина. Слепой панель. Дөңгелектері зимний, жақсы. Артында болғаны бір бұрышында кішкентай вмятина бар. Volantörel достар, бүгін машиналарда ел көп, погодаға байланысты. Так, бұл жерде Passat B3 тұрады, 90 жыл екен, моно дейді, 140 мың сұрап тұр. Телефон номері. Объем чоңдырып қойған да.
Ekler sprosu жақсы. Объем 2 литр. Daiwa Nexia. Жауап түскен екен. 120 мың сұрап тұр Nexia'ға. Объем 1.6 дейді, 2006 жылғы. Телефон номері басы 120 екен. Қызыққандар болса çalсаңар болады. Улан төрелі достар, бұл жерде российский номер менен Honda CR бар екен. Гоктус темно-синий. Honda CR 96 жылғы, объем 2 автомат. Басы қанша екен я? 350 екен басы. Бұл жерде Матис, жашыл түстегі Матис. 2008 жылы 170 мың сұрап тұр. Объем 0.8 дейді. Toyota RAV4 тұрады. Toyota RAV4 97 жылғы. Объем 2, автомат, правый руль, 4500 екен басы. Телефон номері көрсетіп қойсам. RAV4. BMW 34 кузов. Göğsük. Çok var. Капотын açık көрсеңіз. Вложение. Вариансы есть такие. Басы движения. Вложение керек пе бақа? Керек. Несінде заш керек? Кузов. Мотор қандай? Қанша сұрауы? Қанша от басы берет туған жеріне? 110 берет. 110 берет екен. Кузов içinde зат қойсақ. Объем 2. Чехол бар. Honda Step 2000 жылғы, объем 2, басы 5500 екен. Дөңгелектері зимний, ақ түсті. Состояниясы жақшыдай көрініп, 5500 жылға сұрап тұр. Телефон номерін көрсетіп қойсам достар. Болғаны бұл арт жағында, сол жақ қапталында жолдар болған ұқсайды. Бұндай жер бар екен. Так. Қызыққандар болса, менен иесінен жалып сұралсаңыздар болады. Mitsubishi Pajero Yamaha біркіләшті. Mesela Yamaha'dan çıkayım. Dostlar, bizim kanalға қатталғанды ұмытпаңыздар. Подписаться басып кетіңіздер. Бұл видео қандайдыр бір кісілерге пайда алып келсе, лайк бассаңыздар болады. Жана қандайдыр бір ой пікірлеріңіз болса, достар, комментарийге қалдырыңыздар. Кейінгі выпускқа чейін сақ саламат болыңыздар.